Ертеректе байдың малын жалданып, қозысын жаятын. Үстінде киер киімі жоқ, алдында шер тамағы жоқ. Әке-шешесінің қайда қалғанын да білмей қаңғырып жүрген аш-жалаңаш бала өтіпті. Көңілінен күйік, көзінен жас кетпеген сорлы баланың тек қалқан тұтары қаудыр тонды, қаралы көңіл жетім жігіт байдың жалғыз жылқышысы екен. Екі жетім ел жоқ жерде ұзақ сырласып, мұңын шағатын болыпты. Кедей жігіт мал тапсам деп армандаса, қозышы бала қолымнан жетелер ем болса деп қиялдайды екен. Жасынан жылқышы етінде өскен жылқышы өзіне жақын жүретін баланың басынан сипап, бай құрығынан құтылар күнді аңсай беретін болыпты. Осылай күндер өтіп, жылдар жылжи беріпті. Көктемнің тұманды кешінің бірінде қозышы бала қозы жайып жүріп, алты қырқа астында енесін қасқыр жарып кеткен жетім құлының үстінен түседі. Шырқырай кісінеген жас құлынға жанашыған бала ауылға алып қайтып, енді ғана аяқтанған құлынды жылқышы жігітке табыстайды. Жастайынан жылқышында ержеткен жігіт тәнтіректеп әрең тұрған жас құлынның мүшесінен келістат боларын біліп, байға білдірмей баға бастайды. Арада бірнеше жылдар тағы өтеді. Басынан құлдық қамыты кетпеген қозышы бала байдың қаратабан қойшысын айналады. Осы кезде баяғыдағы жетім құлын ор қояндай ырғыған тор төбел тобышақ бестік айналады. Жылқышы жігіт құландай орғыған тор бестіні ел көзіне түсірмей, байдың қалың жылқысымен бірге баға береді. Ең таңбасы бөлек тор бестіге байда сәп салмай жүре береді. Осы кезде алты алашқа сауын айтылған атақты аламан бәйге болатыны төңіректің төрт бұрышына тарап жатады. Атақты байдың асына күллі қазақтың арғымақтары сақадай сайланып жатыр деген хабар дөп бай ауылына да жетеді. Жылқышынан пырақтарын таңдап бәйгеге қосуға байда жылқы отарын аттанады. Қырағы байдың жылқы ішіне сыншы атшыларымен аттанғанын білген жігіт тор бестісін келіп дереу әкетуге хабар жібереді. Ашкөз байдың көзіне түссе, тор бестісінің тақымында кететінін білген жігітте жаяу жалпылы жолға шығады. Аттының жолын жаяу қалай басалсын? Уәделі уақытта бай қосшылары жылқыны жиып әкелуді жылқышы жігітке бұйырады. Қойшының жалғыз атын қорқаулардың көзінен қалай алып қалуға жігіттің еш амалы болмай жылқы жиюға аттанады. Ертеңінде таң ата жылқы жусауында небір сыншыларын ертіп бай жылқы ішіне келеді. Шоқтай болып иірілген жылқының ішінен еш атқа көз салмаған байдың сыншысы: «Кеше кеште көргенде жылқы шетінде тұлпар текті тор бесті тұрған еді. Қазір қалайша жоқ болды» деп келгенде ту сыртынан таныған жүйрігін байға айтады. Ашуға мінген бай жылқышын ұстатып, біткен атын санатып шығады. Мал басы түп-түгел. Жылқышыда ештеңе көрмедімнен жазбайды. Мысық ұрған бай қалың жылқышынан ағалы-інілі екі жүйрікті ұстатып сыншыға сынатады. «Жүйрік дегенде мен жоқ, бірақ маңдай жарылып алда келе алмайды. Алдына түсер пырақты кеше көріп едім, бұл ауылдың жылқысы болмағанын қарашы». Қанша іздетсе де сыншы айтқан тор бестіні таба алмай екі жүйрігін қосар қалып бай ауылына қайтады. Осы уақытта әрең жеткен қойшы ең қырқақ астында төрт аяғын буып тастап кеткен тор төбел бестісінің үстінен түседі. Адал жылқышының ақпейілін түсінген қойшы тор бестіні жайдақ мініп елсіз еңге қашады. Соңынан жылқышы келетін белгі қалдырып отырып, иен тауға жеткен қойшы тұлпарын бәйгеге баптай бастайды. Соңынан жеткен жылқышы қойшы досына енді бай ауылына таямауға ескертіп: «Атыңды баптап әуре болма, тек мінезіне қарап мінісік алсаң болды. Осы арада ел көзіне түспей тығылып жат. Азық-түлігіңді мен жеткізіп тұрамын. Бәйге болар уақытта адам жіберемін» дейді.
Ен тауда жар басына жартыл ашық тігіп, жалғыз атын баптаған жетім балаға бір уақытта бәйге болғалы жатыр деген хабар жетеді. Желде ескен тор бестісін жүйт күтіп, ас болған ауылға келіп түскен баланы ешкімде елеп ескермейді. Ешкімге жөнін айтпай асқа келген бала бәйге боларын тосады. Неше күн бойы ойын сауықтан босамаған бай ауылдың бәйгесі үшінші күн әрең басталады. Топ алдынан ойқастап өткен небір жүйрікке тамсанған жұрттың алдынан бала да өтеді. Бір көрініп ғайып болған мына торсай күліктің бір сыры барлығын білген баяғыдағы сыншы баланың қасына оңашада келіп атының бабын айтады. Бай жылқысынан бітімі бөлек бестіңнің тұрқынан танып едім. Жасырын баққан өз атың болды ғой. Бәйгеден келсе бәйгесін мен алып беремін. Атыңның бабы келген екен. Бірақ ашты терін шығарып мінілмеген тоқ жарау ат екен. Алғаш шапқанда соңында қаласың. Оған жасымай терін сүртіп қана отырсаң болды. Сауырынан тер шыққанда барып шын шабысын шығарады. Ал жөнел. Күндік жерге айдалған неше жүз аттың ішінде жетім бала жалғыз атын тепектеп кете барады. Уәделі жерден бәйге аты да қайтады. Алғаш шабысы сыншының айтқандай болады. А дегенде аяғы тұсалғандай тақым жасып шабалмай, қалың шаңның арасында қалады. Күдірлі қайқанға ат соңынан әрең шыққан атының сауырының бузана бастағанын байқаған бала атына қамшы басады. Жаңа ғана қиқырақтап келе жатқан жүйрігі қамшы ұрған сәттен зақ бұдай атылады. Қара жердің таутасы дөңгеленіп алдына келгендей зулаған торбесті құйғыған күйі көш бой кеткен бәйгаттарының арасына келіп кіреді. Қиқулаған үндерге елегізген тұлпар желмен бірге гулеген күйі топ жүйріктің алдына шығады. Оқтай атылған баран аттың қайдан шыққанын білмей басқа аттарда тырмысып қала береді. Бәйгенің шаңын көрген жұрт дүркірей түрегеліп, көш бой алда келе жатқан тұлпардың алдынан жүгіреді. Жұлдыздай ағып топқа кірген торбесті ат ұстауға шыққан даяғатшыларға да қаратпай топтың арасын жарып өтіп, айналып келіп әрең тоқтайды. Мынау тұлпардың сесіне сүйсінген жұртшылық жамырай жүгіріп қасына жетеді. Жетім бала мен торбесіні ешкім танымайды. Сонда барып әлгі сыншы жетім баланың тығып баққан торбестісінің сырын бүкіл жұртқа жайып салыпты. Бас бәйге екі қысырақтың үйірін жетім бала мен жылқышы жігіттің алдына салып береді. Өмірі көз ашылмаған екі жетімнің аты осыдан бастап дүркіреп тарай бастайды. Әңгіменің соңы.